Армысыздар ағайын. Бүгінгі азаматтық пікір бағдарламасының қонағы өзіндік азаматтық пікірі бар белгілі ақын, Қазақстан Жазушылар Одағы төрағасының орынбасары Ақберен Елгезек мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қазіргі әдебиеттің даму деңгейі қандай? Енді әр кезде әдебиеттің дамуы әртүрлі болады. Мысалы, тіпті ұлттың басына үлкен жаңағы ауыр кездері болса, айталық, соғыс кезі болсын, тар замандар болсын, бәрі де әдебиет өмір сүреді. Оны жасайтын мемлекет емес, басқа емес, соны жасайтын жекелеген адамдар. Сол себептен қазір де әдебиет бар әрине. Оның үрдісі туралы айтатын болсақ, айталық, социализм кезіндегі әдебиеттен әлдеқайда басқаша. Қазіргі жас ақын жазушылар мүлдем басқаша ойлайды. Парадигмасы басқа, көбірек білет. Мысалы үшін әлемдік әдебиеттен хабар бар. Сол себептен әдебиет тоқтап қалды, тоқырап қалды. Болмаса поэзия озып кетті, проза кенжелеп қалды деген сияқты үстірт пікірлерді естіп жатамыз, ол қате. Әдебиет даму үстінде деп айта алатын шығармын. Қазіргі жастар постмодернизммен көп шұғылданып кеткен жоқ па? Бұл мынандай бір бізде не бар жаңағы, осындай шетелдік терминдердің қорқу бір фобиясы бар да, одан қорқудың қажеті жоқ. Постмодернизм деген болсын, модернизм болсын, тіпті мынау күміс ғасырында Ресейдің әдебиетінде, орыс әдебиетінде өздері ат қойған акмеизм, футуризм деген сияқты бұл жай ғана атаулар енді шын айтқанда. Шындығында постмодернистік дегенде біз әрине бір нәрседен қорқамыз. Ұлттық тамырдан ажырап бара жатқан жоқ па жастар? Батыс Еуропаға, болмаса Америкаға, тіпті мынау Жапонияға керек десеңіз, басқа да ақын жазушыларға еліктеп кетті ма деген сияқты қорқыныш бар. Ол мүлдем олай емес. Менің түсінігімдегі постмодернизм бұл жаңаша ойлау. Мүлдем басқаша ойлау. Ол тіпті жазу формасына да әсер ету керек. Мысалы, қазір ақ өлеңмен жазып жүрген жастар бар. Көп адам бұл ұнамайтын шығар. Менің ойымша әдебиетте барлық формалар, барлық ағымдар болу керек, барлық мектептер өмір сүру керек. Сонысымен ол қызықты болады, сонысымен ол енді бәсеке деген сөзді әдебиетке қолдануға болмайтын шығар. Дегенмен бұл енді әртүрлі палитрасы болу керек, әртүрлі полифониялық үні болу керек. Сол себептен қазақ әдебиетіне жаңа бір ағымдар кірбас болмаса, жаңа бір ағымдар пайда болып жатса, одан қорқып, үркіп, мынау керек емес, біз сол ескі қара өлеңмен ғана қаламыз деген түсінік қате деп ойлаймын. Ол бәрі де ғылым болсын, қай сала болсын, ол өзінің эволюциясы бар, бұл да әдебиеттің эволюциясы деп есептеймін. Сондықтан постмодернистерден қорықпау керек. Мен өзімді постмодернист деп есептеймін мысалы. Бірақ менің формам қара өлең. Оның мазмұны қандай, ол басқа әңгіме. Сіз енді мұны қарап отырсаңыз, жазба ақындардың ішінде айтыскер ақындарға деген бір қыжыл бар сияқты көрінеді. Оларда танымал болмадық дегеннен бе, әлде айтыскерлердің жүлде қоры қомақты дегенге келе ме? Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Білмеймін, мен өз басымда ешқандай қыжыл болған жоқ. Мен барлық айтыскер ақындармен жақсы араласам, көбісі мен достарым. Мен және білем, айтысып болғаннан кейін бәрі де жазу поэзия келетіндер бар. Жүрегі дауалайтындар әрине. Ал енді сол жеңіл-желпі айтыстың деңгейіндегі дүниені мен поэзияға келуге ұяламын дейтіндер жігіттер бар, оларды да құрметтейміз. Бұл айтыстың мүлдем басқа формадағы өнер бұл. Бұл дат айтатын өнер, бұл белгілі бір деңгейде ренжіп қалмаңыздар, белгілі бір деңгейде бұл шоу, бұл халықты жинайтын, сондай бір халықтың ішкі қыжылын билікке айтатын, қоғамға айтатын, сондай бір платформа ғой енді айтыс деген. Сол себептен бұл екеуі екі бөлек дүние, бұны бір-бірімен салыстыруға келмейді. Біреулер айтып жатады, баяғы айтыс бұл дәстүрлі өнер, болмаса поэзия дәстүрлі өнер, айтыс бұл эстрада сияқты бөледі. Ол да мүлдем қате дүние. Бұл екеуі де қазақтың ішінен шыққан, қайнап шыққан дүние. Сондықтан
Ондай айтыскерлерге мен ойлаймын бір қызыл жоқ сияқты. Мен тіпті оның жүлдесіне де бір бәлендей қызығып жатқан адам жоқ шығар. Себебі бізде де неше түрлі мүшәйралар өтіп жатады. Одан кейін жазба ақындар ол жүлдеден бөлек осы әдебиет тарихында қалам деген сондай ұмтылыспен жүретін сияқты, сондай арманмен жүреді. Сол себептен білмеймін, кімді қызғанып жүрген, мен өз басым ондай ой кездестірген де жоқпын өзімде. Керісінше айтыскер ақындар көп деседі бізге. Үндемейсіңдер, мен ана Ринат досым Зайыт үнемі жаңағындай қалжыңдасамыз екеуміз. Баяғы жазба ақындар жазады, айтыс ақындар айтып тастайды деген сияқты сондай. Үндемей күлесің. Өйткені біз Абайдың жолын таңдаған ақындарымыз, ол басқа дүние, кітап күйінде қалатын дүние. Айтыс бүгін айтылады, ертең ұмытылып кетуі мүмкін деген сияқты. Бірақ ол сол кезде өзекті дүниені айтқанымен құнды. Енді үндемейсің дегеннен кеп шығады, сіз енді жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасарысыз. Жазушылар одағы осы көп сыналып жатады. Қоғамдық мәселелер бойынша тіл тағдыры болсын, жер тағдыры болсын, сондай саяси астары бар дүниелерге келген кезде үндемей қалады, бұғып қалады деп атады. Бұл пікірмен келісесіз бе? Келіспеймін әрине. Біз енді мысалы үшін алаулатып, жалаулатып үндеу басқа бір дүниелер тастап жатпаған шығармыз, бірақ біз айталық тілге байланысты дүние болатын болса, біз таза әдебиет қолдау арқылы тіл сақтауға жұмыс істейміз. Ол енді бір жерде дат айту басқа емес қой. Ал бірақ мысалы үшін Ұлықбек аға болсын, мен болайын, мәдениет министріне кірейік, болмаса одан да жоғары лауазым басшыларына кірген кезде біз қоғамдағы проблемалар бізден сұрайды, біз айтамыз. Оны әлеуметтік желілер арқылы айту, болмаса сайттар, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы айту бір бөлек. Былай да айтамыз мысалы. Керек десе соған сол мәселелерді шешуге арналған жобаларды да ұсынамыз. Олар енді іске асып жатыр, бәрін қазір тізбектеп айтудың қажеті жоқ. Біздің мысалы үшін бүкіл ақын жазушыларды алайық, жазушылар одағы мүшелері. Солардың бәрі пікір айтып жатыр ғой. Сонда ол ұйым болғанда ұйымның ғана басшылары айту керек деген сөз емес. Әрбір ақын жазушының айтқан пікір ол жазушылар одағының пікірі деп қабылдау керек. Мен сондай ұстанымдамын. Содан кейін жазушылар одағы бұл биліктің ұйымы, биліктің құрылымы, болмаса Нұр Отанның бір филиал деп қарайтындар да бар. Ол да мүлдем қате пікір. Жазушылар одағы бұл дербес ұйым. Кез келген мемлекеттік емес, үкіметтік емес ұйымдардың қатарындағы ұйым. Өзінің дербес пікірі бар, өзінің алға қойған жарғылық мақсаттары мен міндеттері бар. Негізі айталық ғалымдар бірлестігін алайық, мысалы. Неге ғалымдар бірлестігі сөйлемейді деп айтпайды ғой. Болмаса там қандай кинорежиссерлердің одағы неге, суретшілер одағы, композиторлар одағы неге саяси осындай бір мәселелер күн қатпайды деп ешкім айтпайды. Бірақ жазушылар одағына осы сөз көп айтады. Алайда жазушылар одағы мүшелері барлық жағынан айтып жатқан пікірлерді біздің пікір деп есептейміз. Ол біздің пікір. Мен бұл сұрақ қойып отырған себебім, мысалы үшін ақын жазушыларды халық өзінің зиялы қауым өкілі деп таниды. Ұлттың қаймағы ретінде таниды. Мысалы үшін жер сатуға қарсымыз деп 700 жазушының ішінде бір 200-300 жазушы одақтың алдында жиналатын болса, бұл билікке әлдеқандай басқадай болар ма еді әсері? Жоқ, ол енді жиналып митинг өткізу қаншалықты мысалы үшін қажеті бар деп есептеймін. Әлеуметтік желілерде болсын, бәріміз жазып, мен өз басымда жаздым. Мен өз мемлекеттік қызметте жүрген жерге байланысты. Ол туралы талай шу болды, мысалы үшін қысым болды былай айтқанда қызметте жүргенде. Сол себептен оның бәрін жинап айтқан не сол сөз айтады. Сұхбаттарында болмаса мақалаларында айтқан сөз, болмаса сол комиссияда отырған ақын жазушылардың айтқан сол бәрі бір нәрсе ғой енді. Оған енді арнайы бір жиналып, білмеймін, үндеу айту бір форма жағынан мүмкін сол қажет шығар мысалы үшін қоғам үшін, бірақ менің ойымша мәселе пікір айтуда ғой. Ол міндетті түрде ана жақта ол есепке алынады. Сосын біздің ақын жазушылар бәрі де
үлкен кабинеттерге кіреді. Ол айтылмай қалады, бұғып қалады, тек қана өзінің бала шағасы туралы айтады деген нәрсе, ол да қате пікір. Қасында тұрған жоқ қой ешкім. Мен өзім талай үлкен жиналыстарда қатыстық, біз ашық айтамыз. Мынандай дүние болып жатыр. Естімей жатқан шығарсыз бәлкім. Мүмкін білмей отырған шығарсыздар. Біз айтайық деп айтамыз. Қайтадан әдебиетке оралсақ, қазіргі бірлі жарым әдебиетшілер болмаса, неге жалпы әдебиетте ерекшелігі жоқ? Мысалы үшін кезінде ақшам хаттарымен Тыныштықбек аға тың келді, сүрен салды. Қазіргі жастардың барлығы бір бағытта деуге болады. Неге ерекшелігі жоқ біздің әдебиетте? Енді оңғар ол сенің пікірің ғой. Мысалы, былай деп қарайықшы. Өзі 20 ғасырда, енді Абайды былай қойған кезде, мысалы үшін 20 ғасырдың басынан бастап жазба әдебиеттің өкілдерін санасаң, өзі қадау бір, мүмкін 20-ға жете ме, жетпей ме мықты тұлғаларымыз қалды, айталық, Мағжан, Қасым, Ильяс, Сәкен, Жүсіпбек, Бейімбет, Берай Мұқағали, Жұмекен, Фариза, Қадыр, Тұманбай сол сияқты кете береді. Бірақ сол кісілер жүрген кезде, айталық, сол Мағжанның кезінде қазақ поэзиясына 30-40 адам келді ғой, бірақ олар біз білмейміз. Тіпті сол Мұқағалидің кезінде әсіресе әдебиеттің бір алтын ғасыры. Ол өзі керемет ақындар болды. Қазір аталмайтын көбісі, мысалы үшін. Тізіп бере аламын енді оған уақыттар мысалы. Бірақ өзі кез келген ұлттың әдебиетінде бір ғасырда осындай қадау-қадау 10 шақты адам ғана қалады. Ал жаңа Тыныштықбек сияқты, Есенғали сияқты, біздің Ұлықбек ағамыз сияқты, өзінің мектебін қалыптастырған ақындар, ол сондығымен сирек болады. Бәрі мықты болып кетсе, тағы қызық болмай қалады деген сияқты. Ал енді жастарға байланысты, қазір аяқ алысы жақсы ақын жазушылар бар, бірақ олар әлі мектебін қалыптастырады, қалыптастырмайды, уақыт көрсетеді. Сосын Тыныштықбек болып, Есенғали болып, Ұлықбек болып, Мұқағали, Төлеген болып туу, ол енді бақ былайша айтқанда. Солай жаратылуы керек ол. Қолдан жасай алмайсың әдебиетті. Сен осылай жаз, қазір оңға ренжіп жатыр, мына жерде ерекшелігі жоқ, сен ерекше жаз деп айта алмайсың. Бұл өз әдеби үрдістің, поэзияның да, прозаның да өзінің бір бағана айтқанда өзінің даму эволюциясы бар, сонымен жүреді ол. Әдеби аударманың қазіргі жай-күйі қалай? Әдебиетшілер кітап аударып өз күнін көре алмай ма? Бізде аудармақ түгіл өзінің жазған дүниесін сата алмайды ғой, шынын айтқанда. Қайта кейінгі жылдары мен өзім байқаймын, мына кітап саудасы, әсіресе қазақ тілді кітап саудасы жандана бастады. Ол енді промоушн дейміз ғой, жарнамасын дұрыс жасаса, өзін таныта алса, менеджмент дейсіз. Енді маркетинг деген дұрыс шығар, маркетинг дұрыс жасаса, қазір әлеуметтік желілердегі таргетинг, сол сияқты әртүрлі технологияларды меңгерсе, кітап оқысы келіп отырған халық бар, бірақ олар мысалы үшін сенің жазған кітабынан хабарсыз болуы мүмкін. Соны жеткізу сенің міндетің. Болмаса сенің әдеби агентің болу керек, сол істеу керек, айналысу керек деген сияқты. Ондаймен айналыспаған адам, мен кітап жаздым, мен осында гениймін, мені келіп тауып алыңдар деп жататын адамдар да бар. Ол да басқа әңгіме. Ал әдеби аударма жасау деген ол оңай шаруа емес, өте қиын. Өйткені Белинскийдің сөзі бар, аудармашы құл емес, аудармашы бәсеке деген. Сен егер белгілі бір мықты ақынды болмаса жазушыны аударатын болсаң, сен деңгейің онымен тең бол, тіпті жоғары болса тіпті жақсы болады. Мысалы. Ал әдеби аударма керемет дамып кетті деп айта алмаймын. Өйткені біздің өкінішке орай ақын жазушыларымыздың басым көпшілік тіл білмейді. Тіпті орыс тілін әдеби деңгейде білмейді. Жаңа айтып жатсыз ғой. Басқа әлем тілдерін айтпағанда. Жазушылар енді өз кітаптарын сата алмай жатқан жағдай кездеседі деп. Оған одақ тарапынан мемлекетпен келісімге келіп, осы маркетингті жолға қойса, ондай бағдарламалар қабылдап жатсыздар ма? Өз жалпы мынандай бір нәрсені түсіну керек та, бізге мысалы үшін кейбір ақын жазушылар келіп айтады жазушылар одағына. Менің кітабымды сатып беріңіздер деп. Біз енді кітап дүкені емеспіз ғой. Біздің айналысатын шаруамыз мүлдем басқа. Бұл ақын жазушылардың айталық құқығын қорғау. Тіпті
біз туғаннан өлгенге дейінгі шаруалардың бәрін айналысамыз, ақын жазушылар. Оның юбилейін өтсеміз, қайтыс болатын болса, жерін алып береміз, ақтық сапарына шығарып саламыз деген сияқты сондай бүкіл жұмыстар жүргіземіз. Оның үстіне жаңағы мемлекеттен болмаса басқа да ұйымдардан мынандай әдеби жобамыз бар, осыны жасайық деп, бір адамға емес, жалпы әдеби процеске тиімді жобаларды жасақтап, соны ұсынып, егер ол қолдау тапса, былайша айтқанда жүзеге асырумен айналысатын ұйым. Бұл кез келген ұйым сияқты дүние ғой. Бұл отырып қолында билігі бар, өзінің бюджеті бар. Я біз мына кітабын сатамыз, ана саған былай көмектесеміз, саған көмектеспейміз деп бүйтіп қарайтын ұйым емес. Ол біріншіден. Екіншіден, бұл үлкен проблеманы шешуге осындай кәсіби ұйым пікір айту керек. Айталық мемлекетке. Мысалы үшін адам ақын жазушының кітабын қоғамға танымал қылу үшін, болмаса біздің қазақстандық ақын жазушылардың жағдайын көтеру үшін заңдық деңгейде шешу керек. Мысалы, баспа туралы заң қабылдау керек. Бұл бірінші мәселе. Неге десеңіздер, қазір барлық баспалар тендерде отыр. Бір жыл бойы тендер алады, соның басумен айналысады, жаңа авторды іздемейді, оған промоушн жасамайды, оның кітабын сатпайды, оның іші жоқ. Тендер аттаса болды. Тендер алады, болды. Тендер алғанда, мысалы үшін ол халтура жазып жүрген біреу ма, жоқ басқа ма, мүмкін ол мұқабасын ауыстырып бере саған біреу ма деген сияқты алады да, ол қарамайды, ол қаншалықты оның құны бар, әдеби. Ол тарихта қаламы жоқ па, ол мысалы үшін сұранысқа ие ме жоқ па, алады да шығарады 2000 дананы, соның бәрін кітапханаларға таратып береді. Былай айтқан кітапты түрмеге тығып тастайды. Қазір кітапхана ешкім бармайды ғой, шынын айтқанда. Ал ол автордың құқығын сатып алады мемлекет, сосын ол кітапты шығара алмайды. Өзіне бір 100 кітап береді, туған туысы достарына таратып береді да, сонымен гений болып үйінде отыратын содан. Гений дегенде бұл жерде тырнақшада айтылып отыр. Ол бір. Ал енді баспа туралы заң қабылданса, оның ішінде не жазылу керек? Баспалардың бәрін, мысалы үшін, тендерден шектеу керек. Баспа, мысалы үшін, оңғар, саған 5-6 баспа таласу керек. Мен шығарам. Мен саған көбірек гонорар төлеймін. Әрине ол есептейді. Сен егер халыққа танымал болсын, сенің промоушның жақсы болған, сенің маркетингді алдын ала жүргізген, тіпті саған аванс беріп кітап жаздырып, соны сатылымның алдындағы дүниесін бәрін жасайтын болса, онда баспалар да шынымен де пайдаға кенелетін еді. Екіншіден, сол баспалар бір адамды насихаттап үлкен танымалдыққа ие қылатын еді. Мысалы үшін алайық, Пауло Коэльо сияқты, Мураками сияқтылар. Сіздер ойлайсыздар ма, жылына бәленбай кітап жазады. Бір адам сондай кітап жазу мүмкін емес. Ол кәдімгі орталықтар жұмыс істейді. Ол жерде жаңағы мозговой штурм жасайды. Біз осында бір библейский сюжет бар. Оған ананы қосамыз, Құраннан аламыз, болмаса қазіргі заманмен байланыстырамыз. Осындай сюжетті Пауло Коэльо ағай сіз жазып беріңіз деп береді. Или Муракамиге сөйтіп береді. Сосын оны ол жазып жатқан кезде осындай кітап жазылып жатыр. Бұл керемет, мынау туралы, бұны оқымаған адам ақымақ деген сияқты. Сондай әдемі маркетинг технологиялар пайдаланады да, ана кітап дайын болған кезде бәленбай тілге аударылады, бәленбай тиражбен шығады, бестселлер болады. Бұл өздігінен болмайды, бұның бәрін жасау керек. Ал сол баспа туралы заңға соның бәрін енгізетін болса, онда баспалар авторлармен санасуды бастайды. Жаңа авторлар іздей бастайды. Халық қызығып оқиды деген авторлар іздей бастайды. Скауттар пайда болады дейсің ғой. Бұл. Екіншіден, мәдениет туралы заңға міне толықтырулар мен өзгертулер енгізілді. Жақында ғана президент қол қойды. Талай қақсап айттық. Соның ішінде кітапхана туралы бап бар, кино туралы бап бар, театр туралы бап бар, басқа. Бірақ сол театрдың да негізінде әдебиет, кітапхана негізінде де әдебиет, киноның да негізінде де әдебиет. Әдебиет туралы бап жоқ. Арыстанбек Мұхамедиұлы отырған кезде де біз айтқанбыз. Әдебиет туралы бап кіргізіңізші. Ішіне әдеби қызметкерлердің, әдебиет туралы барлық дүниелер заң түрінде жазылатын болса, біз кез келген жерде барып өзіміз құқығымыз қорғай алатын едік, талап қоя алатын едік. Осы жол толықтырулар мен өзгертулер енгізілді. Рахмет, оның ішіне шығармашылық одақтар туралы бап кіргізіпті. Бірақ оның өзі бұлыңғы жазылған. Егер кино туралы мысалы үшін бар бап, әдебиет туралы жоқ қызық.
Әдебиет деген тек қана поэзия емес қой. Ол проза, ол драматургия, ол балалар әдебиеті, ол сын, сөйтіп кете береді мысалы. Және сол кітапханаңызды, кітап қой енді тұрған ішінде. Театрдағы драматургия, ол да әдебиет, кинодағы драматургия, ол да әдебиет. Бірақ әдебиет ескермейді. Мен осыны түсінбей қойдым. Маркетинг жағынан келетін болсақ, дәл қазіргі біздің жағдайда маркетинг саласын алдыға қоятын болсақ, пысықайлар төрге шығып, таланттар тасада қалмай ма? Жоқ, ол пысықайлар төрге шыққан кезде халық ақымақ емес қой. Халық туралы оқымайды ғой. Мен бұл сұрақты қойып отырған себебім, көп жұрт біле бермейтін тасадағы талант деуге болады. Тынымбай Нұрмағанбетов ағамыз осы жолы мемлекеттік сыйлықтан құлақ қапты. Енді Тынымбай ағамызды әдебиет сүйер қауым жақсы таниды. Бірақ енді ол кісі алады деп барлығы осы жол күтіп отырған. Біз Тынымбай ағаны Жазушылар одағынан өзіміз ұсындық. Біз өзіміз сенімді де болдық сол. Мен де Ұлықбек ағада сол мемлекеттік сыйлық беру жөнінде комиссияның мүшесіміз. Мүше деген енді ол жерде шешім қабылдамайды, дауыс береді. Мен өзім Тынымбай ағама дауыс бердім. Құдайдың алдында да, халықтың алдында да айта аламын. Бірінші турда ең көп дауыс жинаған бірі Тынымбай ағамыз болды. Екінші турда өте төмен жинап қалды. Бұл жерде енді ар ойлап, бер ойлап, бұл неге осылай болды деген дүниеге келген кезде, мен былай ойлаймын. Жаңа өзің айтып қалдың, Тынымбай ағаны әдеби ортада өте жақсы таниды. Жалпы халыққа танымал емес, айталық. Қабдеш ағамыз сияқты, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев сияқты ағаларымыз сияқты танымал емес шығар. Бірақ одан біріміз қалда төмен жазушы емес, өте мықты жазушы. Мысалы үшін Шөмішбай ағамыз елдің құлағында жүреді. Бірінші турда ол кісі көп дауыс жинады. Себебі онымен Шөмішбай ағамыз Тынымбайдан төмен деген сөз емес, жалпы айтып отырмын. Ат аталатын адам. Исраил ағамыз деген сияқты. Ал енді комиссия мүшелері кімдер? Ол тек қана әдебиетшілер емес қой, тек қана ақын жазушылар емес. Ол жерде кино өнерінің адамдары отыр, театр өнерінің өкілдері отыр, жаңағы әншілер де бар деген сияқты, кинорежиссерлар бар, театр танушылар бар, әртүрлі салалардан, өнердің әртүрлі саласынан жиналған адамдар отыр. Солардың көбісі Тынымбайды білмейді. Сосын бұл кім деп басқа естіп жүрген Шөмішбай Сарипті естидің, я Исраил Сапровиді естидің деген сияқты даусын беріп кетті. Сол жағынан екінші турда өте алмай қалды деп ойлаймын. Бұл бір. Екіншіден, жалпы мемлекеттік сыйлықты беру жөнінде комиссияны реформалау керек деген ойдамын. Мысалы үшін әдебиетке бөлек комиссия жасау керек. Сонда сұрау керек. Сен сол комиссияның мүшесісің ғой, неге сен осындай әділетсіздікке бардың деп айтсаң, онда түсінікті. Бүкіл әдеби орта өзінің адамдарын біледі, ол ең мықтысына бәрі де береді. Ана жерде анандай болып кетті, көрдің, дауыс былай айтқанда кім қалай дауыс берген білмей қалды. Бірақ бұл тізім ұсынылады, бұны президенттің қарауына беріледі, соның жарлығымен беріледі ғой енді мемлекеттік сыйлық. Сол кезде қазіргі әлеуметтік желілерде айтылып жатқан, осындай сұхбаттарда айтылып жатқан, әртүрлі әңгімелерде, кездесулерде айтып жатқан дүниені ескереді деп ойлаймын ол кісі. Тынымбай ағамыз ол әлбетте лайық. Әрі нақты түпкілікті шешім шыққан жоқ, е? Негізі шыққан жоқ. Жарлық шықпай, біз нақты құлақ балмады деп айта алмаймыз. Ал енді мына сіз қазір жоғары қызметте жүрсіз. Өлең жазалып жүрсіз бе? Енді біріншіден Жазушылар одағындағы қызмет бір үлкен қызмет деп есептей алмаймын. Бұл ұйымдағы қызмет қой кәдімгі. Біреу компанияда жұмыс істейді, біреу ұйымда жұмыс істейді. Үкіметтік емес ұйым былай айтқанда. Сосын Жазушылар одағының бұрынғы Совет үкіметіндегідей ондай қауқар жоқ. Бұрын әрине ол екінші ЦК болатын, идеологиялық орган сияқты болатын. Жазушылар одағының пікірінсіз идеологияда, саясатта көптеген шешімдер қабылданбайды. Қазір олай емес қой, өкінішке орай. Сондықтан мен бір биік лауазымда жүрмін деп есептемеймін өзімді. Екіншіден, бұл нақты өзім қолым, былай айтқанда өзіме ұнайтын жұмыс. Өйткені мен ақынмын ең бірінші, мен миссиям поэзияда былай айтқанда өзің үніңді қалдырып кету. Керек десеңіз тылсымнан келген дүниені адамзатқа жеткізу миссиям болғандықтан бұл маған өзіме ұнайтын жұмыс. Мен бұл жерде
Мен бастықпын деп айтпаймын, мен керісінше әдебиетке қызмет жасап жүрген қызметшімін деп есептеймін өзімді. Жаңа айтып қалдыңыз ғой енді. Кеңес үкіметінің кезінде жазушылар одағы үлкен беделге ие болды деп. Қазір сол беделді қайтаруға бола ма? Негізі қайтаруға болады деп ойлаймын. Ол беделді Оған егер мемлекет мүдделі болса. жазушылардың өзі Неге десеңіз, мысалы үшін Совет үкіметі кезінде, Сталиннің кезін алайық, иә. Сталин кезінде жаңағы жазушылар одағын құрды, Горькийді төраға қылды. Ол кезде әлеуметтік желі жоқ, бұл жерде телевидение жоқ, радио бар болса тек қана белгілі бір жерде ғана нетіледі. Сол себептен мемлекет коммунистік идеологияны әдебиет арқылы насихаттады. Бұл үлкен құрал болды. Сол себептен кез келген ақын жазушы, талантты әсіресе ақын жазушы бұл алтыннан бағалы болады. Жағдайын бәрін жасады. Қазір мемлекетке ақын жазушылар керек болмай тұр, өкінішке орай. Өйткені басқа насихат құралдары бар ғой, деп ойлаймын. Бірақ ол қате пікір. Бұл жерде жазушылар тек қана насихат құралы деп қарамау керек. Бұл ертең болашақ интеллектуалдық қабілетін, интеллектуалдық бэкграундын қалыптастыру тұрғысынан қарау керек әдебиетке. Ондай түсінік жоқ деп те айта алмаймын, бірақ керемет осыған бір назар аударып, біз осын 100% жасап жатыр деп те айта алмаймын. жаңағы енді мемлекеттік сыйлықтан бөлек осы біздің елдегі әдеби байқаулар, конкурстар, мүшәйралар қаншалықты әділ өтуде? Өйткені соңғы кезде жиі естиміз, мүшәйралардың, конкурстардың жеңімпаздары Ақбереннің қасындағы жігіттер екен деген әңгімен. Ол әңгімені өзім де естимін. Ол Ақбереннің қасындағы жігіттер дегенде мен айталық Оралға барайын, болмаса Астана дейікші, болмаса Семейге, басқа жаққа барайын. Сол жерде мен аға деп құрметтейтін інілерім бәрі менің інілерім. Сол себептен оның ішінде мен мына бесінім бір төбе, қалған бәрі жай деген сияқты ондай әңгіме жоқ. Алып жатқан, егер мен бір жерде жюри болатын болсам, сол жерде алып жатқан жігіттердің бәрі лайық. Ешкім менің келіп бетіме айтқан жоқ, сен анаған алып бердің, ол лайық емес қой деп. Бәрі өзінің достары. Енді ол мынандай нәрсе ғой, 3 адамға жүлде алып берсең, 3 адам саған риза, қалғаны 30 сен қарғап отырады. Сондықтан мен неғұрлым жюриге қазылық болудан қашамын. Мысалы үшін биыл алтын тобылдан мен алып тастап, соған аса қуаныштымын. Себебі биыл тағы айталық Оралдағы бір жігітке, болмаса Астанадағы бір жігітке, болмаса Семейдегі бір жігітке алып берсем, ол да менің інілерім, тағы да айтады, Ақберен өз інілерін алып беріп жатыр деп. Сондай әңгіме ғой енді ол. Әдебиетке адалдық жараса ма? Енді адалдық болу керек. Адалдық болмаса әдебиетте жүрудің қажеті жоқ. Бұл ғылымда да сондай. Ғылымда сен адал болсаң, ол сен нағыз ғылыми жаңалық ашасың. Әдебиетке қазір енді есі дұрыс емес адам ғана әдебиетке келетін шығар. Қазір әдебиетпен айналысып жатқандардың бәрі жанкештілер деп есептеймін. Қазір бізде Қазақстанда кенже қалған саланың бірі драматургия. Осы драматургияны өзіңіз қалай ойлайсыз? Даму деңгейін қалай көтеруге болады? Енді мен өзім драматург емеспін, сол себептен мен ол саланы өте жақсы. Әлде Айдыстағы сияқты драматургтарға бәйге жариялап мәшін тіксе бола ма? Жоқ, одан дами қоймайды. Әлде факультет ашу керек пе? Менше онда ол факультетте бар ғой, кинодраматургия да бар, Жүргенте де бар, Астанадағы да, өнер институтында да бар. Менше онда оны уақыт керек сияқты. Бізде бәрі де драматургияның өз пайда болғанына бір 100 жыл өткенде жоқ қой, шын айтқанда. Бірақ бізде керемет өнер туындылары болды. Біздің кинодраматургиямыз, мысалы үшін, Шәкен Аймановтың өзі неге тұрады, мысалы үшін. Сол себептен оған уақыт керек сияқты. Біз, мысалы үшін, Шекспир заманымен біздің драматургияның салыстыруға келмейді, арасында бәленбай ғасыр жатыр. Оған, орысша айтқанда, стимулировать етіп, бәйге жариялап басқадан, ол тағы да одан ештеңе шықпайды. Себебі кез келген бәйге адам қатысқан кезде бәрі халтура жазып кетеді. Ол адам өз ішіне қайнап шығу керек. Қазір жас драматургтер келіп жатыр. Мен өзім байқаймын. Режиссерлар да мықты режиссерлар, бір-бірін түсінетін, өзінің тілінде, өзінің заман ағымына байланысты түсінетін бір плеяда келе жатыр, оны байқаймын. Бірақ драматургия неге осылай дамымайды дегенге мен сұрақ нақты жауап бере алмаймын. Мен драматург емеспін, оның ішкі табиғатын білмеймін. Поэзияға байланысты, белгілі бір деңгейде проза жазып жүргендіктен прозаға байланысты дүниені айта алатын шығармын. Ал енді мына аймақтардағы әдеби процесс қалай жүруде? Қазір кез келген аймақта, кез келген
айтсаңыз мен мысалы үшін айтып бере аламын 5-6 адамды. Сол себептен аймақтардағы әдебиет өте жақсы дамып жатыр. Оған жазушылар одағының қатысы жоқ, оған мемлекеттің қатысы жоқ. Ол өзі табиғи процесс, осылай жүретін дүние. Бірақ енді оның қайсысы да әдебиетті қалады, қалмайды деген ол. Тарихтың еншісінде дейсіз ғой. Иә, тарихтың еншісінде. Ал мына әдебиеттің дамуына келген кезде жұрттың пікірі екіге жарылады. Біреулер айтады, әдебиетті дамыту үшін әдебиетшілерге жағдай жасау керек дейді. Енді тағы бір айтады, әдебиетті дамыту үшін керісінше жағдай жасамау керек дейді. Сол кезде әдебиет дамиды деп мысал келтіреді тарихтан. Қай ақын жағдайы болыпты, қай жазушының жағдайы болыпты. Мен бұған мемлекет деңгейде қараймын. Бағана айттым ғой. Барлық заңнамалық деңгейде былай айтқанда ақын жазушының қаламгердің статусын анықтау керек. Қалған жолдардың бәрі өзімен өзі ашылады сол кезде. Мысалы үшін саған мемлекет грант берді делікші. Сен осы туралы жазасың деп. Сен бір кітап жазасың, 2 кітап жазасың. Сен ана гранттың ақшасын тезірек алуға тырысасың. Былай айтқанда халтурамен айналысасың ғой. Сол себептен институционально жүйелі түрде өзгерістер енгізу. Былай айтқанда әдебиетке мемлекет деңгейден қарау керек. Оның тетіктері көп. Мәдениет туралы заңға өзгеріс енгізу керек. Мүмкін бөлек концепция қабылдау керек па? Мүмкін бір мемлекеттік үлкен бағдарлама қабылдау керек па? Солай ғана шешіледі. Ол жекелеген авторлармен жұмыс істеп, анаған ақша беріп қойып, манаған шапан жауып қойып, одан әдебиет жасалмайды. Жалпы бұны концептуально қарау керек те, үлкен кешенді түрде қарайтын болса, ол өз ашылатын сол үшін. Айталық, кітап дүкендері дейік. Оны реттеу керек. Сен қазір кітап дүкендеріне баршы, мысалы үшін 99% орыс тілінде, 7 бұрышта қазақтың кітаптары тұрады мысалы. Соны реттеу керек. Жарайды енді тіпті 50-50 болсыншы құрғанда. Ол осының өзі сол саланың дамуына әсер етеді ғой. Кітап дүкендері авторлар іздей бастайды. Баспалар жағындай әлеуметтік маңызы бар әдебиет деп аталатын тендерден шегеріп тастап, жоқ сен жекелеген авторлардың жұмыс істе, баспа жұмыс істейтін болсақ, міне саған лицензияң осындай болады, заңда былай деп жазылсыншы. Ол да сол процестің дамуына әсер етеді. Мемлекет бұл тұрғыда системный дейді ғой, жүйелі дүниелерге шешім қабылдайтын болса, ол өзі сонымен кете береді өзі. Біздің елде саяси әдебиет бар ма? Саяси тақырыптарға жазатын ба? Мысалы үшін жаңа кеңестік үкіметтің кезінде едіңіз ғой. Ол кезде мысалы үшін белгілі бір науқан бойынша, сол науқан бойынша жазушылар жазды, бірақ үлкен романдар туғызды. Бұл енді қазір заман өзгерді. Түсіндім, сұрағын түсіндім. Мысалы үшін кеңес үкіметі кезінде бағана айттым ғой, идеологиялық құрал болды деп. Жазушылар одағы, ақын жазушылар. Бірақ ол бір жақты болды. Трансляция бір жақтан болды. Партия нені айтады, соны жазады. Социализм. Міндетті түрде сен мемлекет сыйлық алғың келетін болса, Ленин туралы поэмаң болу керек, болмаса романың болу керек. Сен коммунистік идеологияны міндетті түрде насихаттауың керек, Алашорда оңбаған банды болу керек деген сияқты енді өзін қойып тастаған тәртіптері болды ғой, жылдардан жылға ол өзгеріп отырды. Бірақ негізі социализм. Соның бәрі макулатураға айналды. Қазір кім оқиды енді айтшы. Мұқағалидың Илиш деген поэмасы бар. Бірақ біз Илиш жазды екен деп Мұқағалиден бас тартпаймыз ғой. Мұқағали ұлы ақын қазақтың. Анау заманауи сондай бір жағдайлар болғаннан кейін амалсыздан жазды. Өйткені кітабы шықпайды онсыз. Илиш деген поэмасы тұрмаса, оның кітабын өткізбейді. Мемлекеттік жоспарға енгізілмейді. Газет журналдың деңгейінде дейсіз ғой. Иә. Ал енді қазір мысалы үшін мемлекет айталық президент туралы жаз деген ондай ешқандай жарлық жоқ қой, болмаса қыстау жоқ. Ақын жазушылар еркін бұл жағынан. Ал енді саяси процестерге байланысты жазылып жатқан мысалы үшін роман болсын, поэзия болсын, аз. Мен осы негізі көбірек болса деп те ойлаймын. Ол қызықты болатын еді. Бірақ бізде соның бәрін жаңағындай образбен, астармен сөйтіп береді. Енді біздің өз тілімізде де сондай ғой, табиғаты. Бірақ айталық орыстар сияқты жазатын болса, басқа бас Еуропаның жазушылары сияқты жазатын болса, бәлкім ол керемет оқылар ма еді деп ойлаймын. Мысалы үшін Заманбек туралы кітап жазса, иә, Дулат Ағаділ туралы жазса. Иә, мысалы үшін Заманбек дайын тұрған кейіпкер. Соны жазсын. Егер Заманбек туралы жазатын болса, ол кісінің тірі кезіндегі маңайындағы бүкіл кейіпкерлер шығады ғой. Ол кездегі бүкіл сол кездегі уақыттың ахуалы шығады, көңіл күйі шығады қоғамның.
соның бәрін жазуға болады. Яғни саяси әдебиетті дамытуға болады дейсіз. Болады. Бірақ бізде дамымаған қазір. Жоқ, ондай жоқ. Ал енді біздің бағдарламамыздың аты азаматтық пікір. Сіз ең бірінші алдыға қоятын азаматтық принципіңіз қандай? Ең бірінші мен азаматтықты, адамдық принцип ешкімге қиянат жасамау. Тек қана адал болып, мен ешкім өтірік айтпаймын, басқа деген бәрі ол өтірік әңгіме. Бірақ максимально өтірік өмір сүрмеуге тырысамын. Шынайы болуға тырысамын. Егер таза қоғамның дамуына болмаса, мемлекеттің дамуына келетін болсақ, мен пікірім әрине ең бірінші біз демократиялық құқықтық мемлекет болсақ деп ойлаймын. Жемқорлық деген атасынан тезірек құрса екен деймін. Барлық біздің ауруымыздың, дамымауымыздың, басқа да келеңсіз жағдайларымыздың бәрінің ең үлкен дерті ол жемқорлық. Оның ар жағында үлкен атасы бар, трайбализм деген. Сол трайбализмнен құтылуымыз керек. Біз орта ғасырлық түсініктерімізден тезірек шығуымыз керек. Мен космополит болып кетейік, ұлттық тамырымыздан ажырайық, дәстүрімізден, тілімізден айырылық деген мағынада айтып отырған жоқ. Соның бәрін жинақтап, біз жаңа озық қазақ болуға тезірек ұмтылуымыз керек. Уақыт өтіп бара жатыр. Біз қалып бара жатырмыз. Мемлекет қоғамда басқарушы емес, мемлекет қоғамға қызмет етуші институт болған кезде ғана біз үлкен мемлекет боламыз. Үлкен ел боламыз. Діни әдебиетке көзқарасыңыз қалай? Енді бұл жерде әркім өзі біледі, не жазатын. Біріншіден әдебиетте сен мынаны жаз, сен мынаны жаз, сен мынаны жазба деп мен айта алмаймын. Әркім өзінің қалауын біледі. Бірақ белгілі бір идеологияны әдебиетке тыққан өз басым қабылдамаймын, жеке адам ретінде. Айталық, сәләфизм идеологиясын әдебиет арқылы насихаттағысы келетін қыз-жігіттер болатын болса, керек емес деп есептеймін. Бірақ Құдайға шүкір, ол жоқ, ондай нәрсе жоқ бізде. Бізде бәріден де ақын жазушылар қалай болғанда Құдайдың бар екенін біледі, діни сауаты бар, міндетті түрде ол поэзиясында болсын, прозасында Құдай, Тәңір деген сөздер жүреді. Бірақ оны таза жаңағы кезінде бір болған, имани поэзия пайда болды деген бір түсінік болған. Бірақ сол дамымай қалды. Қоғам қабылдамады ма? Қоғамда қабылдамады, ол өздері дара жазғысы келмеді ғой деймін. Сол себептен мен әдебиет арқылы дінді, болмаса мемлекеттік идеологияны насихаттау керек емес деп ойлаймын. Сосын бізде мынандай бір түсінік бар. Қазір міне осы қоғамда осындай жағдай болып тұр, сен неге сол туралы өлең жазбайсың деген. Ол әдебиеттің табиғатын түсінбейтін адамның пікірі. Әдебиет журналистика емес, әдебиет айтыс емес жағындай. Дер жағында айту керек. Әдебиеттің негізгі міндеті ол мәңгілік тақырыптарды қозғау, мәңгілік тақырыптарды айту. Өлім, өмір, махаббат, тағысын тағылар деген. Қазір біздің мемлекет латын әліпбиіне көшеміз деп жатыр. Егер мемлекет латын әліпбиіне көшсе, бізден кейінгі буын алдыңғы буынды оқи алмай қалмай ма? Кириллицамен жазған. Әлде мемлекеттің латыншаға аударуға әлеует жете ме бұл кітаптарды? Мен былай деп ойлаймын. Негізі ең бірінші мен латын қарпіне көшуді толық қолдаймын. Оның бірнеше себептері бар. Бұл біріншіден символ. Яғни сенің былай айтқанда көзің арқылы түйсігіңе әсер ететін символ. Қарапайым мысал, шеттен келген біздің қазақ ағайындары кириллицаны үйреніп алды ғой мысалы. Сол арқылы олар орыс тілінде үйренеді. Өйткені анау түсінікті, сол бір әріпте жазылған, бір алфавитте жазылғаннан кейін анау саған жақын болып тұрады. Біз неге ағылшын тілін үйрену бізге қиын? Өйткені бізге анау латинца біздің миымызда жоқ. Біздің миымыздың бәрі толған кириллица. Ананы оқысам бөтен бір нәрсе болып тұрады. Сол себептен латын қарпіне көшу арқылы біз орыстың символдық экспансиясынан құтыламыз, бодандығынан құтыламыз. Оған міндетті түрде бару керек. Екінші, жаңағы сен сұрағына келетін болсақ, біріншіден латын қарпіне жауқар дүниелеріміз біз көшіруге әлеуетіміз жетеді. Оған технологияның бәрі дайын тұр, жетіп тұр. Біріншіден ол баспалардың біраз жұмысын жандандырады, ақын жазушылардың жаңағы көз тірі өзінің шығармаларын қайтып қарауына мысал үшін әсер етеді. Бірақ қалған макулатура ол қалады. Кириллицада жазылған жаңағы социализм әдебиеті бәрін оны аударудың не қажеті бар?
Оның архивте жата береді ол. Ал қолданысқа тек қана латын қарпінде көшеді. Және қазір біз мына телефон пайда болғалы латын қарпімен жазу бізге аса оқу қиын емес. Құрметті көрермендер, бүгінгі азаматтық пікір бағдарламасының қонағы болған белгілі ақын, Қазақстан Жазушылар Одағы төрағасының бірінші орынбасары Ақберен Елгезек мырза. Әңгімеңізге көп рахмет. Рахмет сіздерге.